Егер салмақ тастап жүрген болсаңыз және оливье салатын жегіңіз келсе, оны осылай дайындаңыз. Майлы майонез бен колбасаның орнына мен осындай майлы емес ет пен греческий йогуртты қолдандым. Әдеттегідей барлық ингредиенттерді ұсақтап төрт бұрыштап турап алдым. Бұл салат майонезсіз жасалғандықтан бұның калориясы өте аз болады және бұл салатты жегеннен кейін сізге ешқандай салмақ қосылмайды. Мен өзім дұрыс тамақтанып, дефицит калория арқылы салмақ тастадым және өзімнің жегім келген тамақтардың барлығының осылай ПП версиясын дайындауға тырысамын. Барлық қоспаларымызды турап болдық, енді барлығын бір ыдысқа салып, үстіне дәміне қарай тұз қосып, греческий йогуртты қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Егер сіз дұрыс тамақтанып жүрсеңіз, немесе салмақ тастап жүрген болсаңыз, дәмді тамақтардан бас тартпай, осындай оливье салатын ПП версиясын дайындауға болады. Егер сізге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен осындай қолжетімді әрі дәмді ПП рецептермен бөлісемін.